Сәлем баршаңызға, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен жүзім жапырақтарынан дайындалатын долма тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен бізге ет тартқыштан шығарылған дайын ет, оның үстіне жақсылап жуып, жылы суда жібітіп алған күріш. Еттің үстіне салып, күрішімізді әртүрлі дәмдеуіштерді салып, қалаған дәмдеуіштеріңізді сала берсеңіздер болады. Тұз, бұрыш, қызыл паприка барлығын салып жақсылап араластырамыз. Барлығын салып жақсылап араластырып алған соң, миятамызды свежий болып тұрған көкпиязбен миятамызды да турап қосып салып жібереміз. Біздің тағамымызға ерекше дәм беретін болады. Барлығын салып жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Енді жүзім жапырақтарын жақсылап жуып, қайнаған суда біраз уақыт қойып аламыз. Жүзім жапырақтары жұмсап, біздің жұмыс жасауымызға ыңғайлы болады. Осылай ішіне етті салып, осылай орап шығамыз. Қанша қайнаса да жарылып кетпейді. Ораған жерлеріңіз ашылып кетпейді, әдемі болып пісетін болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді қызып тұрған майымызға долманың сорпасын дайындайтын боламыз. Алдымен бір пиязды салып, жақсылап қуырып аламыз. Сорпамыз ерекше дәммен қып-қызыл болып шығу үшін қызыл паприканы саламыз. Жақсылап пиязымызды қуырып алдық. Енді картошкамызды да салып қуырып алатын боламыз. Тамақты аз көп етіп, үйдегі адамдардың санына байланысты жасай берсеңіздер болады. Енді жақсылап картошка мен пиязды қуырып алған соң, томатты да салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Әбден қуырылған соң, суды құйып, біраз уақыт қайнатамыз. Осылай баяу қайнап тұрған сорпалардың үстіне долмамызды
осылайша теріп қойып шығатын боламыз. Баяу отта қайнап піседі. Долмаларымыз ашылып кетпейді. Осылай қалай салсақ солай пісіп керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекі біздің долмамыз дайын болды. Бірақ ананың шорпасын ішкіземін. Қоя тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Сіздерден қолдау күтіп қаламын.